Бұның аты OnePlus 7 Pro. 1 плюс 7. 1 плюс 7. 8. 8 Pro. Бүгіннен бастап мен оны 8 Pro деп атаймын. Қайталайым, мына смартфон дүниежүзілік рейтинг бойынша 3-ші орында. Ал ішін қазір көрейік, ішін сыртын жайғасып отырыңыздар. Ішінде не бар екенін көрейік. Ең бірінші көретін кітабы, және ең қызығы бұларда чехол болады. Сіз қымбат әдемі чехол алғанша, мынандай чехол аласыз. Қораптың ішінде инесі бар, кітабы бар, наклейкасы бар, және осындай үлкен қағаз бар. Газет қой, газет. Бұрын әкелеріміз отырушы еді, газет оқып. Қораптың ішінде чехолдан басқа, мынаның бетінде өзінің пленкасы бар. Жаңа сатып алған телефонда пленкасын қойып қойған. AMOLED дисплей. Блокировкадан шығару үшін дактилоскопиялық сенсор өте тез жұмыс істейді. 0,21 миллисекунд. Немесе iPhone-да Face ID сияқты қосымшы. Бұның да Face ID бар. Мына камерамен сіздің бетіңізге қарап блокировканы ашылады. Бұл смартфон 2 сим-карталы. Не жағынан және осы жағынан, арт жағынан 2 сим-карта саласыздар. Өзін түсірген кезде селфи камерасы астынан шығады. Бірақ құлағанда сынбай ма деп ойлайтын болсаңыз, бұл құлаған кезде, сол кезде жабылып қалады өзі, автоматты түрде. Қазір көресіздер. Жабылды. Корпусына қарайтын болсаңыз, сымсыз наушник қосатын жері жоқ. Яғни қазір бәрі Bluetooth-бен сымсыз. Мына камера 48 мегапиксель, мынау камера 16 мегапиксель, ультра бұрышты, кең бұрышты түсіретін. Мынау камера ол зум жақындататын, 3 есе жақындататын. Мынау оның датчигі, вспышкасы. Жаңа айтқандай, бірінші камерасы 48 мегапиксель, екінші камерасы кең бұрышты түсіретін, и үшінші камерасы зум, 3 есе зум жақындатады. Түсі көк, қара және ақ. Бағасы жағынан, бағана айтқандай күші жағынан OnePlus 7 Pro, Samsung Galaxy 10, Samsung Galaxy 10 Note болса, бағасы жағынан керісінше OnePlus 7 Pro-ның бағасы 250 мың, Samsung Galaxy 10 310 мыңнан басталады, және Samsung Galaxy 10 Note 390 мың теңгеден басталады. Яғни сіз бренд үшін артық төлейсіз. Шынына келетін болсақ, сипаттамасының көбісі ол маркетинг, яғни өтірік. Сату үшін айтылған. Процессоры жақсы, ол туралы ештеңе айтып тұрған жоқ, бірақ камера 48 мегапиксель емес. Зум 3 есе жақындатпайды, және портрет бұрынғы телефоннан өзгермеген. OnePlus 7 Pro өте жылдам, өте ыңғайлы және арзан, өз бағасына сай. Ең күшті телефон көргеніңізге пайдалы деп ойлайтын болсаңыз, лайк басыңыз және каналға жазылыңыздар.